Ертеректе екі көрші өмір сүріпті. Тұрмыста тату, шаруалары ортақ, мәз-мейрам ғұмыр кешіпті. Екі көршінің балалары да екі үйге ортақ болып кеткен екен. Бір-бірінің ақысын тәңір хақысы деп бағалаған екеуінің мамыражай тірлігі өмірдің өз ағысымен жылжып жатады. Біреуі есік алдындағы өрік ағашының жемісін сатып күнін көрсе, екіншісі ұсталықпен тірлігіне талғажау тауып жүріпті. Бағбан өзінің алғашқы жемісін ұста көршісіне дәм татыру үшін апарып беруді жылдағы дәстүріне айналдырған. Ұстада бағбан көршісінің қажет құрал саймандарын соғып беріп, бір-бірінің қажетіне жарап жатады. Бір жылы қатты қуаңшылық болып, өрік ағашы жеміс бермей, бағбанның жағдайы күн өткен сайын мүшкіл тарта береді. Оны ұста көршісі байқамаған, содан әлгі бағбан тіршілік ету үшін амалы таусылып, аңшылықпен азық табуға көшіпті. Ұстаның баласы көршісінің әртүрлі аңның етінен әзірлеген небір керемет тамағына әбден дәнігіп алғаны сонша, сол бағбанның үйіндегі асқа құмартып тұратын деңгейге жетіпті. Бір күні бағбан көршісінің үйінен шыққан жаңа піскен еттің иісі ұста баласының мұрнын жарып жібере жаздайды. Ойын баласы дереу жүгіре басып, бағбан көршісінің үйіне әдеттегідей кіруге ұмтылғанда: «Балам, бүгін саған біздің үйден тамақ ішуге болмайды. Бүгінгі асыңда өз үйіңнен іш» деп шығарып жіберіпті. Бағбанның бұрын соңды мұндай қылығын байқамаған ұста баласы өкпелеген қалпы үйіне жүгіріп келіп, болған жағдайды әкесіне айтып береді. Ұста сол кезде қажылық сапарға аттану үшін бар жиған тергенін буып түйіп, жолға қамданып жүрсе керек. Көршісінің бұл қылығын түсінбеген ол, бағбанның үйін бетке алып мән-жайды білмек болады. Бағбан көршісінен жағдайды сұрағанда ол шүкіршілігін айтып, жағдайының жақсылығын алға тартады. Содан кейін ұста өз баласының үйге өкпелі келгенін, дәмді тамақтан ауыз тигізбестен сыртқа шығарып жіберуінің себебін сұрағанда, бағбан көршісі еріксіз көзіне жас алады. «Көрші, биылғы жылды өзің білесің, қуаңшылық келіп, бір еңсемізді басты. Жан бағып отырған өріктің де қартайғаны және бар. Мүлде жеміс бермей қойды. Күнкөріс қиындап тұрмысым нашарлаған соң, ешкімге қол жаймайым деп аң аулауға көштім. Бұйыртқан несібені қанағат тұтып жүріп жаттық. Содан 3 күн бойы алдымнан ұшқан құс, жүгірген аң кездеспей қойды.